Саламатсыз ба? Сізді бүгінгі менің тегін сабағымда көргеніме қуаныштымын. Көбісі сатудан ұялады, одан ұялудың еш қорқынышы жоқ. Сіз ұялып, үйде отырғанда сізге қолыңызға ешкім ақша алып келіп ұсынбайды. Сондықтан өзімізбен жұмыс жасап, сату мәнерін жақсы үйренуіңіз маңызды. Әр дүниенің, әр заттың міндетті түрде өзінің сату ережесі болады. Сол арқылы сіз жұмыс жасасаңыз, сізде міндетті түрде бәрі жақсы болады. Сатудың бірнеше техникалары бар, соларды сізбен бөлісіп кетейін. Сату екі түрлі болады. Біріншісі дүкендер, магазиндер, офлайн түрде сату, және клиентпен, сатып алушы клиентпен жеке кездесу арқылы сатылым жасау. Оның екіншісі интернет арқылы сату. Интернет арқылы дегеніміз TikTok, Instagram, WhatsApp желілері арқылы, маркетплейстер арқылы. Ол маркетплейс дегеніміз Каспи магазин, сату магазин, барлық заттарды, барлық дүниелерді салып сата беруге болатын дүкендер. Қазір бірінші сату техникасы ол алдыңызға келген клиенттің қажеттілігін түсіну, клиентке дұрыс сұрақ қоя білу. Сізге қандай көмегім қажет? Сіз қандай зат іздедіңіз? Болмаса қандай дүниені іздедіңіз? Деп сол арқылы клиентке дұрыс қарым-қатынас жасайсыз. Одан кейін алдыңызға келген клиенттің аты жөнін сұрап алу міндетті. Ол арқылы сіздің клиентпен араңыздағы жақын қарым-қатынасты орнатасыз. Одан кейін клиентке өзінің сұрап тұрған товарын көрсетесіз. Егер сізде ондай товар қолыңызда болмай қалған жағдайда, сол товарға ұқсайтын бірнеше товарлардың нұсқасын ұсынсаңыз болады. Осыларды таңдасаңыз болады. Мыналардың ерекшеліктері, өзіңіздің қолыңыздағы заттың ерекшелігін анықтап, әдемілеп, қалай бар солай жеткізу керек. Ештеңені минусы болса тығып қалу, жасырып қалу олай болмайды. Сіз клиентпен ашық сөйлескен жағдайда сізге клиенттің сенімі артатын болады. Әр нәрсені өзіне адалымен жұмыс жасаған жақсы. Тағы бір плюс техникасымен бөлісейік. Плюс аты айтып тұрғандай, сіз алдыңызға келген клиентке ол кісі алтын бриллиант алғысы келді. Бриллиант набор алғысы келді. Алайын ба, алмайын ба деп ойланып тұр. Сол кезде сіз клиентке ұсыныс жасауыңызға болады. Сіз мына товарды алсаңыз, мен сізге жанына алтын сақина, болмаса күміс сақина қосып берем, или әдемі упаковка жасап беремін деп, сіз клиентке солай ұсыныс жасауыңыз керек. Өзімізде мысалы бір затты алсақ, екінші затты қасына сыйлық қылып қосып беретін болса, аламыз ғой. Ондай мүмкіндіктен жіберіп алғымыз келмейді ғой. Сол сияқты ол да күшті мүмкіндіктердің бірі. Одан кейін өзін кінәлі сезіну техникасы. Ол былай: сіз қолыңызда алтын заттарыңыз бар, және оны сату керек. Сіз оны қалай жасайсыз? Мектептерде, магазиндерде, тағда бір мемлекеттік қызмет жасайтын орындарда, сондай жерлерде клиенттеріңіз болса, сіз хабарласасыз. Менде осындай қолымда товарлар бар еді. Мен сізге алып барайын, көресіз ба? Деп айтасыз. Сонда клиентіңіз жоқ, қазір емес, кейінірек деп айтуы мүмкін. Сол кезде сіз айтасыз. Сіз қарап көріңіз, ұстап көріңіз, тағып көріңіз, оған ақша алмаймын деп, сонда да жаным қоймай бару керексіз. Үйде отыра берсеңіз сізде сауда болмайды. Шығу керек. Сонда ғана жыбырлау керек, еңбек ету керек. Сонда ғана сізде ақша болады. Сол товарларыңызды аласыз да мектепке барасыз. Мектептегі мұғалімдерге алып барасызды, бәрі көреді, тағады, ұстап көреді, тағы да ар жағын бер жағын ақтарып көреді. Сол кезде сіз айтасыз: қалай, сізге ұнап тұр ма? Өте күшті.
бұл бренд та бар, болмаса эксклюзив та бар. Бұның ерекшеліктері мынандай, артықшылықтары мынандай. Бізде қазір 24 ай рассрочка жүріп жатыр, болмаса 12 ай рассрочка менде бар. Бөліп алсаңыз осындай болады, мен сізге осындай аз ғана процентпен шығарып бере аламын деп бірнеше ұсыныстарды жасайсыз. Сонда клиентіңіз өзі кінәлі сезініп, маған алып кеп тұр ғой, көрсетіп жатыр, түсіндіріп жатыр, мен қалай алмаймын деген сияқты клиенттің санасында ой болады. Сондай оймен клиент сіздің товарыңызды алып қоюы мүмкін. Осылай күшті техникалармен клиентпен жұмыс жасауға болады. Ал қазіргі таңда көпшілік интернет арқылы сатады. Оны қалай жасауға болады интернет арқылы? Интернет арқылы сіз Инстаграмға, ТикТокқа, Ватсапқа өзіңіздің қолыңыздағы товарларды, мысалы каталогтағы товарларыңызды саласыз. Сол салған товарларыңызға сізге клиент суретін жібереді. Мынау қанша, саламатсыз ба, сізді көргеніме қуаныштымын, бұл товардың граммы осындай, нарықтағы бағасы осындай, ал менен алатын болсаңыз, мен сізге әлде қайда бағасын түсіріп бере аламын. Сізде өте үлкен мүмкіндіктер бар. Осы жерде де рассрочка, ред қосып айтып кетсеңіз болады. Осылай клиентпен дұрыс қарым-қатынас, ол дегеніміз достық қарым-қатынас жасау арқылы сіз саудаңызды жақсы жүргізуге мүмкіндігіңіз бар. Одан кейін клиент сізге қайта айналып келу үшін клиентке жоғарыда айтып өткендей плюс техникасын жасауыңызға болады. Сонда сізден клиент кетпейтін болады. Және бір товар алып кеткен клиентке екінші товар алуға маған келетін болсаңыз, мен сізге 10% немесе 15% жеңілдік жасап беремін. Сонда сіздің қалтаңызда әжептәуір ақша қалатын болады деп клиентке ұсыныстар білдіру қажет. Бұл өте міндетті түрде. Одан кейін сатып алады клиент, сатып алуға итермелейтін тағы техникалар бар. Бұл жалғыз, мысалы Ван Клиф сақинаны алайық. Мен қолымда Ван Клиф сақина, бұл өте ерекше, товардың ерекшелігін көрсетесіз енді сіз. Бұл ерекше товар. Бұндай товар көпшілік жерде жоқ. Ван Клифтің 585 пробасы біздің қаламызда, болмаса дүкендерімізде өте көп, бірақ мендегі ерекшелігі бұл 750 пробадағы алтын. Сіз бұны алсаңыз, өкінбейсіз, бұл қолға өте ыңғайлы тұрады, өте жағымды, көрген көзге әдемі көрінеді деп товарыңызды мақтау керексіз. Сіз қолыңыздағы жасап жүрген жұмысыңыздың товарын шын жүрекпен сүйіп жақсы көрсеңіз, клиентті де соған өте оңай әрі ыңғайлы тарталасыз. Тұрақтылық бұл өте маңызды. Сіз бүгін мына товарды сатып жүрсеңіз, ертең ана товарды сатып жүрсеңіз, соң клиенттер не қылып қалады, шатасып қалады. Қайсысын сатып жүреді, қайсысын алып жүреді деген сияқты. Тұрақты, міндетті түрде тұрақты болыңыз. Сіз тұрақты болған кезде сіздің клиенттеріңіз де көп болады, тұрақты табысыңыз да көп болады, жұмысыңыз жақсы жүретін болады. Бұл өте маңызды. Осы секілді тағы да қосымша ақпараттарды білгіңіз келсе, менің ақылы сабағымнан біле аласыз. Ақылы сабағымда алтынды қалай алу керек, қалай сату керек, сату техникалары өте көп, барлығында беретін боламын. Алтынды ажырату, бриллиантты ажырату, алтынмен жұмыс, бриллиантпен жұмыс, ломмен жұмыс, скупкамен жұмыс, тағы да құрал саймандары алтынның. Алтынға не қажет? Сіздің тұрақты алтында тұрып, товар сатып, жұмыс жасауыңыз үшін барлық жағдайлар жасалған. Инстаграммен жұмыс. Сіз Инстаграм ашып, блог жүргізіп, алтындарыңызды тұрақты түрде шығарып отырсаңыз, сізде осы алтын саласында миллиондар тауып жатқан адамдар бар.
И сол миллиондарды сіз де таба аласыз. Әуелі өзіңізге деген сенім, таза ниет болу керек сізде. Сонда барлығы да жақсы болады. Мен өзім алтын саласына келгеніме біршама уақыт болды, бірақ бұлай сабақ түсіріп, өзімнің жеке сабағымды бөліп түсіріп жүргеніме шамалы уақыт болды. Соның өзінде алтын сатып, күнделікті 3-4 алтын сатам, нормально маған. 20 мың, 30 мың, 40 мың теңге күнделікті маған үстінен түсетін пайда. Ал бриллиант сататын болсаңыз, бір бриллианттың үстінен сіз 50 мың, 60 мың теңгеге дейін пайда көре аласыз. Мен сізге бриллианттарды да оптым бағада беретін боламын. Бриллиант қазіргі таңда ол өте нарықтағы күшті бизнес, күшті табыс көзі. Сіз бір күнде, бір айда табатын кәсіп неңізді, ақшаңызды бір күнде табуыңызға өте күшті мүмкіндік. Және алтын сату схемасын беретін боламын. Қалай алтын сатсаңыз, қалай жақсы табысқа шыға аласыз. Тоже Инстаграм арқылы живая аудитория жинау, Инстаграмды жүргізу, блог жүргізу, табысқа шығу, және Каспи магазин міндетті түрде қосылады. ИП ашу, Каспи пай айналдыру, және де предзаказ. Қазіргі біздің өзіміздің көп естіп жүргеніміз предзаказ. Предзаказ арқылы қалай жұмыс жасаймын, Каспи магазинге қалай товар саламын, қалай заказ жіберемін, упаковка жасау, барлық түгелдерлік кіретін болады. Сізге өте түсінікті болады. Және кері байланыс бар. Кері байланыс жасап, түсінбеген жерлеріңізді сұрап, қалай істеуге болады, не істеймін, барлығын сұрап алсаңыз болады. Егер осы сабақты алатын болсаңыз, мен сізді жеке парақшамда күтетін боламын. WhatsApp номерімді қалдырамын төменге. Сол арқылы маған WhatsAppқа шығып, сұрақтарыңыз болса қоюыңызға болады.